Тибетте буддизмнің қабылдануымен жерлеудің бірнеше түрлері кеңінен танымал болды. Ең жиі қолданылатын жерлеу түрлері аспан жерлеу, жерлеу ступалары, өртті жерлеу, яғни кремация, су жерлеу және жерді жерлеу болып бөлінеді. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Тибетте аспанға жерлеу әртүрлі мәдениет өкілдерін таң қалдыратын, кейде үрейлендіретін жұмбақ жерлеу рәсімі. Бір қарағанда қатыгез болып көрінгенмен, бұл дәстүр барлық тіршілік иелеріне деген терең сүйіспеншілік пен жанашырлық пен жерге деген шынайы қамқорлықты көрсетеді. Аспанға жерлеу Тибетте ғана емес, Бутан, Моңғолия және Үндістанның кейбір бөліктерінде де бар. Тибеттіктер аспандағы жерлеуді Тенчак немесе Кылхор деп атайды. Аспанға жерлеу кейде аспанды жерлеу деп те аталады. Табиғи себептерден қайтыс болған тибеттіктердің көпшілігі үшін жерлеу рәсім болып табылады. Тибеттіктер адамдар жұқпалы аурулардан немесе уланудан өлген кезде басқа жерлеу рәсімдерін пайдаланады. Бұл құстарға немесе өз-өзіне қол жұмсағандарға қауіпті болуы мүмкін. Оның Тибетте кеңінен қолданылуы екі негізгі факторға негізделген: практикалық және діни. Тибеттің көп бөлігіндегі жер қатты және мұздатылған тасты болып келеді. Бұл қабір қазуды қиындатады. Сонымен қатар, Тибет үстіртінің көп бөлігі ағаш өсетін аймақтан жоғары. Осылайша, кремация соңғы жылдарға дейін көптеген адамдар үшін қолжетімді болмады. Аспандағы жерлеу керісінше тибеттіктер үшін экологиялық таза шешім ғана емес, сонымен қатар олардың сенімдері мен дініне де қатысты. Тибеттіктер өлгеннен кейін денені пайдасыз бос нәрсе деп есептейді. Аспанда жерлеу Тибетте және Тибетке іргелес жатқан бірқатар аудандарда жерлеудің негізгі түрі. Оны құстарға садақа беру деп те атайды. Тибеттік наным-сенімдер бойынша өлген кезде жан кетеді, ал дене адам өмірінің барлық кезеңдерінде пайдалы болуға тырысуы керек. Сондықтан өлі дене соңғы қайырымдылық әрекеті ретінде құстарға беріледі. Сонымен қатар тәжірибе қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Көптеген тибеттіктер әлі күнге дейін жерлеудің бұл әдісін жалғыз ғана мүмкін тәсіл деп санайды. Ерекшелік тек Далай-лама мен Панчен-лама үшін жасалған. Өлгеннен кейін олардың денелері бальзамдалады және алтынмен жабылады. Аспанды жерлеу Тибет аумағында, соның ішінде Ладак және Аруначал Прадеш сияқты кейбір үнді аумақтарында қолданылады. Марқұмның туыстары Чаланг монастырының маңында орнатылған Намаз Тулар қаласында жерлеу рәсімі кезінде дұға етеді. 1959 жылы Қытай билігі Тибетте түптеп келгенде бұл рәсімге толықта тыйым салды. 1974 жылдан бастап монахтар мен тибеттіктердің көптеген өтініштерінен кейін Қытай үкіметі аспандағы жерлеуді қайта бастауға рұқсат берді. Жыртқыш құстар Чаланг монастырының маңында орнатылған Намаз Тулар қаласына жиналады. Қазір көктегі жерлеу рәсімі үшін 1100-ге жуық орын бар. Рәсімді ерекше адамдар рагапястар жасайды. Рагапя қазарша Намаз Тулар қаласында жерлеу рәсімі алдында пышақ қайрайды. Тибеттік адам өлгенде оның денесі отырыңқы күйге қойылады және ол 24 сағат бойы отырады. Ал лама Тибет өлілер кітабынан дұғалар оқиды. Бұл дұғалар жанның бардоның 49 деңгейінде, яғни өлім мен қайта туылу арасындағы күйден өтуіне көмектесуге арналған. Қайтыс болғаннан кейін 3 күн өткен соң марқұмның жақын досы оны жерленетін жерге арқасына көтеріп апарады. Рагапа алдымен денеге кесу арқылы көптеген тіліктер жасайды және денені құстарға береді. Лашындар қалған жұмыстың көп бөлігін жасайды. Адамның барлық етін жейді. Әрі қарай қазаршы сүйектерді арнайы жалпақ тасқа жинап ұсақтайды да ұнтақталған қамырды цампаға яғланның майы қосылған арпа ұнына араластырып барлығын құстарға береді. Дене үсті-үсті жойылады. Тибет буддизмінде бұл жолмен өлу жанның денеден шығып жаңасын табу үшін оңайырақ деп саналады. Тибеттіктер өмірдің барлық өткіншілігі мен уақытшылығын түсіну үшін және сезіну үшін әрбір адам өмірінде кем дегенде бір рет көктегі жерлеу рәсімін көру керек деп санайды. Дәстүр тарихи Будданың өзі белгілеген үлгісін ұстанады. Будда өмірінің бірінде оның инкарнациясы Ханзада Сатва кішкентай балалары бар аш жолбарысты кездестіреді. Тамақ таба алмай балапандарын жеуге дайын болады. Ол оған үлкен жанашырлық танытып, өз денесін ұсынады. Тибеттіктер де соған ілесіп, лашындарға мәйіттерін ұсынады. Жабайы жануарлардың өлекселері популяциясын асырау үшін лашындарға жеуге жеткіліксіз. Сондай-ақ лашындар ешқашан тірі жануарларға шабуыл жасамайды. Демек, лашындардың денесін тамақтандыру олар үшін тірі заттарға зиян келтірмейтін маңызды қорек көзі болып табылады. Келесі жерлеу рәсімі отты бұрғыру, кремация.
Басқа тибеттіктердің көпшілігі үшін кремация азырақ таралған тәжірибе болып табылады. Кремация жұқпалы аурулардан қайтыс болған, уланған немесе өзіне қол жұмсаған адамдарға қолданылады. Тибеттіктер оны жақын маңдағы зәулім ғимараттар толып тұрса да пайдалана алады. Дегенмен, бұл жерде маңызды ерекшелік бар. Тибетте жоғары ламалар кремацияланады. Осыдан кейін олардың қалдықтарын қабірдің ступаларына орналастырады. Тибеттіктер кремация кезінде рух көбірек қиындықтарға тап болуы мүмкін деп санайды. Және тек жоғары ламалар қайта туылғаннан кейін жоғары деңгейге жету оңай болады деп сенеді. Келесі жерлеу рәсімі су бұрғыру. Аспандағы жерлеу орындарынан алыс тұратын адамдар бұл тәжірибені өздерінің негізгі тәжірибесі ретінде пайдалана алады. Әйтпесе бұл сирек кездесетін рәсім және негізінен аспандағы қорымдар адамдар көп болғанда немесе саяхатшылар немесе қайыршылар үшін қолданылады. Өзендердің арнайы платформалары бар. Мәйітті өзенде тек балық аулауға ұсынады. Аспанға жерлеу сияқты табиғи себептерден қайтыс болған адамдардың денесін балық аулау үшін қолданады. Келесі жерлеу рәсімі жерді бұрғыру. Тибеттіктер бұл буддизм тұрғысынан аз қажет ететін жерлеу рәсімі деп санайды. Дене жер астына көмілгеннен кейін оны жейтін құрттарды тартады. Бірақ олар денені жеп болған соң тамақ қалмай бір-бірін жей бастайды. Олардың денесінен туған бұл жәндіктер рухтың жаман кармасына ықпал ететін қайғы, мұң және өлімді бастан кешіреді. Келесі жерлеу рәсімі жерлеу ступалары. Тибетте ступаның екі түрі бар. Ең жиі кездесетін ступалар діни орындар болып табылады. Бұл кішкентай ступалар болуы мүмкін. Мысалы, Фабонка шөліндегі ступалар. Тибеттегі ең үлкен ступа Кумбум, биіктігі 35 метр, 9 деңгейлі чортен. Ступаның тағы бір түрі жерлеу ступасы. Ең жоғарғы ламалардың Далай лама мен Панчен ламаның ступалары бүкіл денені сақтайды. Басқа маңызды ламалар алдымен кремацияланады, содан кейін олардың күлі ерітіндіге салынады. Тибеттің ерте тарихында Бон негізгі дін болған кезде жерлеу немесе жай қабірлер асыл тибеттіктер үшін ең көп таралған жерлеу рәсімі болды. Ярлун Сангпо алқабында әлі күнге дейін Тибеттің алғашқы патшаларының қабірлері сақталған. Патшалар алқабы Цидангтың сыртында орналасқан. Ең көрнекті қабір патша Сонгцзен Кампоға тиесілі. Қазіргі уақытта бейіттер сыртынан үлкен төбешіктерге ұқсайды. Тибет жазбаларына сәйкес Сонгцзен Кампо патшасының қабірі терең жер астында болу керек. Оның ішінде күмістен, алтыннан және әртүрлі асыл тастардан жасалған әртүрлі жәдігерлер мен артефактілер бар. Бірнеше ішкі камералары бар. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалай аласыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.